Сәлем достар, сендермен бірге Ерасал. Көптің сұрауы бойынша бүгін біз сіздерге пункт назначения киносының қазақша негізгі желісін айтатын боламыз. Бұл киноның қазақша аудармасы соңғы нүкте екен. Бұл енді сөзбе-сөз аударылған аударма емес, мағынасымен аударылған. Бұл кино негізі алғашында The X-Files киносының бір бөлімі болмақшы болыпты. Бірақ кино авторларына бұл сценарий қатты ұнағандықтан бұны жеке толық метражды киноға айландырған екен. Осы күнге дейін бұл кинода 5 бөлімі бар. Бұл дегеніміз бұл киноны да Поворот не туда секілді ары қарай жалғастыруға болады деген сөз. Біздің арнаның тұрақты көрермендер болса білетін шығар, біз Поворот не туданың 1-ден 6 бөліміне дейін толық обзор жасаған болатынбыз. Демек, бұл киноға да дәл солай жасауға болады, бірақ ол сіздерге байланысты. Сіздер белсенділік танытып, актив жақсы болып жатса, мен ары қарай жалғастырамын. Егер бұл видео онша өтпей жатса, онда бұл жалғаспайды. Демек, тегін лайкты аямай басып, арнадан жаңадан болсаңыз арнаға тіркеліп, өз ой пікірімізді комментарияға жазып, белсенді бола отырайық. Ал енді бастайын. Мына көрініп тұрған балақай киноның басты кейіпкері Алекс. Алекс кластастарымен басқа жерге скул трипке баратын болады. Сөйтіп біз әуежайда басқа кейіпкерлермен таныс боламыз. Әр кинода болатындай атамансымақ Картер. Атамансымақтың жүріп жүрген қызы Дәри. Лузер суретпе Билли. Және Тод. Және Клэр. Және класс жетекші мұғалім. Бәрі басқа жерге баратынына қуанып жүрсе, Алекс біртүрлі бола бастайды. Далада нөсерлі жаңбыр жауып, Алекстің көзіне дәл бірдеме болатындай бола бастайды. Алекс орнында отырса, екі қыз келіп, орын ауыстырайықшы, құрбым екеуміз бірге отырайық деп едік дейді. Сөйтіп Алекс орнын ауыстырады, бірақ жаңа орындығының столы сынық болып шығады. Ұшақ ұша бастағанда кішкене дірілдеген болатын, бірақ ары қарай апаттық жағдайға ауысады. Одан ұшақтың әр жері тесіліп, адамдар құлап, сұмдық болып кетеді. Одан кейін ұшақ жарылып, барлығы өртеніп өледі. Бірақ бұл Алекстің түсі болып шығады. Алекс оянса, әлгі екі қыз келіп орын ауыстырайықшы деп тұр екен. Алекс сөйтіп жаңа орнына барса, орынның столы сынық болып шығады. Дәл түсіндегідей. Содан Алекс айғайға басады. Ұшақ жарылып үлкен апат болады. Бәрің түсіңдер деп сөйтіп айғайлай бастайды. Бірақ ұшақтағылар оларды классымен қосып түгелімен ұшақтан шығарып тастайды. Сол кезде Алекс басқаларына не көргенін айтып беріп жатса, әлгі ұшақ әуеде жарылады. Одан полицейлер келіп әлгі апатқа Алексті күдікті санайды. Әрине, кім ондай оқиғаны болжағанына сенеді, бәрі алдын ала жоспарлап қойыпты деп ойлайды. Және теледидардан ұшақ апаты жайлы айтады. 187 адам сол апаттан көз жұмған екен. Біраз күннен кейін мектеп оқушыларының жаназасында барлығы Алекстен кінәлі санап, Алекстен өзін алшақ ұстай бастайды. Кешкісін Алекс бөлмесінде отырса, желдеткішке журнал қағазы түсіп, әр бөлікке кесіліп кетеді. Сөйтіп Алекстің алдына Тод деген жазу бар кішкене қағаз келіп түседі. Ағылшынша Тод деген есімді Тод деп 2 D әрпімен жазады. Бірақ кино авторлары бұны әдейі 1 D-мен жазған екен. Өйткені Тод деген сөз неміс тілінен аударылғанда өлім деген мағынаны береді екен. Дәл сол кезде Тод үйінде жуынатын бөлмеде суға тайып, мойнына сым оралып өледі. Алекс тура Тоддікіне келсе, жедел жәрдем полицейлер барлығы келіп қойыпты. Және тіпті Тоддың ата-анасының өзі Алексті кінәлай бастайды. Бірақ зерттеу жұмыстары Тодды өз-өзіне қол жұмсаған деп шығарады. Ертеңінде Алекс пен Клэр кезігіп, Тодды әшейін өз-өзіне қол жұмсайтын бала емес деп, оны өздері зерттемекші болады. Сөйтіп олар моргке кіреді және Тоддың мәйітін көреді. Сол кезде Уильям деген бір жұмаққа толы бір түрлі адам келеді. Дәл немене деп айтадым білмей тұрмын, бірақ осы жерде мәйіттерді аңғайлап, өртейдінін өртеп, сойып әйтеу моргта жұмыс жасайтын адам екен. Және сол адам былай дейді: ұшақ апатынан тірі қалған 7 адам ажал уақытынан бұлтып кеткен. Сондықтан ажал енді оларды бір-бірлеп ретімен өлтіре бастайды дейді. Алғашқысы Тод дейді. Одан кейін Алекс Клэрге өткен түні өзіне келген әлгі Тод деген қағазды көрсетеді. Және ол қандайда бір нәрсе маған келеседе кім өлетінін көрсетеді дейді. Сөйтіп тұрғанда ешқандай автобус Алекстің қасынан өтпесе де, оған кафе терезесінен автобус көрінеді.
Дәл осы кезде Картер, Билли бәрі бір жерге жиылып қалады. Әрине, Картер өзінің әдеті бойынша Алекске сөзбен тиісіп армындайды. Сол кезде Картердің қызы өз-өзінен ашуланып, сендерден жалықтым деп, кер шегінемін деп автобусқа соғылып өледі. Әлгі терезеден көрінген автобус осындай мағынада екен. Теледидардан ұшақ апаты жайлы анығырақ жаңалықтар шығады. Алекс сол кезде басқаларының отырған орнын белгілеп, жарылыс алдынан басталғанын біліп алады. Қалған 7 адамның ұшақтың алдында отырғандары алдымен өліп жатқанын біледі. Яғни ұшақтағы өлім ретімен тірі қалған 7 адам кезекпен өліп жатыр екен. Ендігі кезек сынып жетекшісі мұғалімде екен. Бұны біліп Алекс мұғалімді құтқару үшін мұғалімнің үйінің сыртынан бақылайды. Ал бірақ бұны көрген мұғалім Алекс мені өлтіргелі жүр екен деп ойлап полицияға қоңырау шалады. Әрине, енді кім үйінің сыртында біреу телміріп аңдып тұрса құтқарғай жүр деп ойлайды. Алекс мұғалім көлікке отырып аварияға түсуі мүмкін деп ойлап, мұғалімнің көлігінің дөңгелегін тесіп тастайды. Сол кезде полицейлер келіп оны ұстап алады. Жалпы осы мына Алекстің басы онша істемейді. Өзін жынды қылып көрсететін барлық әрекетті жасап шығады. Және бұл кинодағы ең бір түрлі тұсы, Алекс әлгі полицейлерге әлгі өлім кезегі жайлы айтады. Сонда бір полицей оған сеніп, оны босатып жібереді. Сол кезде мұғалім үйінде ыстық шай ішкей жатып, неден шошып кеткені белгісіз шайды төгіп тастайды. Одан аяқ астынан арақ ішкісі келіп кетіп, мұз салып, әлгі кесеге арақты құяды. Әрине, бұндай ыстықтан кейін суық құядын болса, шіл әйнек сынады. Және ең қызығы, мұғалім кесенің сынғанын білмей, компьютерге ішімдікті ағызады. Әрине, одан кейін компьютер жарылып, мұғалімнің мойнына әйнек қадалады. Одан спирт арқылы өрт шығып, мұғалім қанын тоқтатайын деп орамал алғай жатқанда оның ішіне пышақ қадалады. Ойбай, не болып кетті? Әшейін бұны өртеп, не болмаса ішіне пышақ қадатып, не болмаса тоққа соқтырып, не болмаса қансыратып өлтіре салуға болар еді ғой. Бәрі жабылып кетті ғой. Дәл сол кезде Алекс келіп мұғалімге қадалған пышақты суырып алады. Бірақ оның саусақ іздері пышақта қалып қояды, және аяқ іздері. Жалпы бұл Алекс сот алғысы келіп жүр ау деймін. Ертеңінде полицейлер Клерге келіп Алексті қайда деп сұрайды. Әрине, Клер айтпайды. Одан Клер басқалармен кездесіп әлгі өлім реті жайлы айтады. Енді бәрі Алекске сенетін болады. Картер, Билли, Клер, Алекс, яғни тірі қалған төртеуі Картердің бос жатқан үйіне барадын болады. Картер келесі кезек өзінде екенін естіп, аяқ астынан жынданып, бар жылдамдықпен жүргізе бастайды. Сөйтіп ол темір жолға келіп тоқтап қалады. Бәрі көліктен түсіп кетеді. Ал Картер көлігін оталдырайын десе, көлік оталмайды, және қауіпсіздік белдігі бұзылып қалған екен. Әрине, сол кезде пойыздың дауысы естіледі. Әйтеу, Алекс әйтіп-бүйтіп жүріп Картерді құтқарады. Сөйтіп Картер тірі қалғаннан болып, өлім реті келесі кезектегі адамға ауысады. Яғни айтқанда, осылай Билли өледі. Ал Биллиден кейінгі кезек Алексте екен. Сөйтіп Алекс өзін құтқару үшін бір бөлмеге өзін жекелеп, барлық жағдайдағы қауіпсіздікті жасайды. Кешкісін Алекс газет оқып отырып, әлгі ұшақта орын ауыстырған екі қыздың суретін көріп, өзінің орнын ауыстырғанын есіне түсіреді. Яғни, алғашқы есептеген өлім реті теріс болып қалады. Ендігі кезек Алексте емес, Клерде екен. Сол кезде Клердің үйінің сыртында тоқсымы үзіліп, Клер итін құтқару үшін сыртқа шығады. Сол кезде су төгіліп айнала түгел мен тоққа соғатын жерге айналады. Клер көлікпен қашайын десе, көлік гараж аузына кептеліп қалады, және үстіне тоқсымы түсіп кетеді. Ешқандай баратын жер жоқ болып қалады. Дәл сол кезде Алекс келіп тоқсымын қолмен ұзатып тастайды. Клерді көліктен шығарады, бірақ сол кезде көлік жарылып кетеді. Алекс мертігіп қалса да, Клер мен Алекс те тірі шығады. Арада 6 ай өтіп кетіпті. Барлық нәрсе орнына келеді. Әлгі тірі қалған үшеуі бір жерге жиналып сыра ішеді. Бірақ Алекс, мені ешкім құтқармаса да мен неге әлі тірімін? Өлім реті бұзылып кетті ма дей бергенде, Алекс тағы әлгі бір түрлі нәрселерді көре бастайды. Сөйтіп Алекс қонақ үйге кетейін деп жатып, автобусқа соғылмай қалады. Бірақ әлгі автобус басқа нәрселерді соғып, үлкен жарнама тақтасын құлатып кетеді. Дәл жарнама тақтасы Алексті соққай жатқанда, Картер оны құтқарып қалады. Алекс ажалдан бұлтып кетті. Ендігі кезек Картерде. Осылай Картер өліп, кино аяқталады.
Және достар, бүгінгі біздің видеода аяқталды. Видеоны міндетті түрде лайк басамыз, арнаға тіркелеміз және де өз ой пікірімізді комментарийға қалдырамыз.